Бәріне сәлем. Сіздермен бірге қысқаша кино арнасы. Бүгін мен сіздерге Извне сериалының алғашқы 2 бөлімін айтып беремін. Онда адамдар бейтаныс бір түрлі қалаға тап болады. Ал ол жерден шығу мүмкін емес. Ал түнде бір түрлі күлімсіреген адамдардан көшеде аман қалу мүмкін емес. Видео басталмай жатып арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны дірілдете кетіңіздер. Және де лайк басуды да ұмытпайық. Біз бір түрлі кішкентай қаланы көреміз. Шериф қоңырауды бұлғап көше бойымен келе жатыр. Жергілікті тұрғындар үшін бұл үйге қайтатын уақыттың белгісі болып табылады. Үйлердің қабырғаларында бір түрлі боялған тастар ілулі тұр. Меган есімді қыз үйіне барғысы келмейді, бірақ анасы қызын ренжітіп, ішке кіргізуге мәжбүр. Шериф өз жұмысын аяқтаған кезде, ол бәрінің үйіне кеткеніне көз жеткізеді де бөлімшеге қайтады. Есіктің жанындағы белгіде оқиғасыз 96 түн деп жазылған. Барлардың бірінде кішкентай қыздың әкесі есінен танып, үйіне бара алмай қалады. Бармен осында түнейтінін түсінеді. Қыздың анасы қайтып келмеген әкесіне алаңдап, қызды жоғарғы қабатқа ұйықтауға жібереді. Меган жатын бөлмесінде төсекке дайындалып жатыр, және бір сәтте ол кемпірдің дауысын естиді. Ол өзін қыздың әжесімін деп таныстырады, және оның терезеге келуін сұрайды. Әжесі Меганды қатты сағынғанын айтады, және қыздан терезені ашып, оны ішке кіргізуін сұрайды. Анасы жоғарыға шығып, қызына терезеден алыстауын айтады. Бірақ кемпір қызды алдауын тоқтатпайды. Және Меган терезені ашады. Біз келесі күнге ауысамыз. Бізді Мэтьюс есімді отбасымен таныстырады. Олар үйі бар машинамен демалысқа шыққан. Барда түнеп қалған еркектің есімі Фрэнк. Таңертең үйінің сыртында бір топ адамды көреді. Шериф үйінен шығып, оның бетінен ұрып, Фрэнкті баламен бірге үйдің терезесін жаумағансың деп айыптайды. Оны үйге кіргізіп, ең қорқынышты сәтті көруге мәжбүрлейді. Анасы мен қызы өліп жатыр, ал денелері кесілген. Осы уақытта отағасы Джим өзінің дұрыс бағытта келе жатқанына сенімді. Бірақ олар құлаған ағашқа тап болады. Джим бағытты өзгертуді шешеді. Шериф Бойд үлкен үйге келеді. Бұл үйде қала тәртібіне қатысы жоқ адамдар тұрады. Ол ұлына келіп түнде болған оқиғаны және оны жерлеуде барлығының күтіп тұрғанын айтты. Бірақ Ильяс әкесінің келгеніне еш қуанбайды. Және жерлеу кезінде Джим және оның отбасы қалаға келеді. Тұрғындардың реакциясы жаңа мәселенің пайда болғанын меңзейді. Шериф пен орынбасар Джимге барып, оларға жай ғана әрі қарай жүрсе, олар тас жолға түсе алады деп айтады. Бірақ бұл өтірік болды. Біраз уақыттан кейін отбасы қайтадан қалаға келеді. Табита бұрылыстан өткеніне сенімді, бірақ бұрылыс жоқ. Джим артқа бұрылып, қарама-қарсы бағытқа кетіп қалады. Ал басқа көлік оның алдынан шығып, үйі бар машина сайға аударылады. Табита есінен танып қалады. Ал баласы Этонтаның аяғы сынған. Джим сыртқа шығуға тырысады, бірақ оны ағаш қатты қысып қалған екен. Басқа көлікпен келе жатқан 2 ер адам, олардың бірі көмек сұрау үшін жол бойымен келе жатыр. Ол автокөлік жолына кедергі қойып жатқан 2 полиция қызметкеріне соқтығысады. Ер адам апат туралы айтып, жергілікті ауруханаға жеткізіледі. Көліктегі екінші адам есірткіге салынған. Бойд дереу үйлі машинаға барады. Ол Табита мен Джулиді шығарып алады. Бірақ бұл жерде баламен бәрі әлдеқайда күрделі. Дәрігер күн батқанша үлгермейміз дейді. Содан кейін Бойд фургонда қалу туралы шешім қабылдайды. Тұмардың бұл жолы көмектесетініне сенімсіз болса да, доктор Кристи олармен бірге қалады. Отбасы әлі не болып жатқанын білмейді. Ал Бойд күн батқаннан кейін орманда тірі қалу мүмкін емес екеніне сендіруге тырысады. Әйтеуір ол әйелдерді қалаға кетуге көндіреді. Джим олармен бірге фургонда қалады. Осы кезде жаңадан келген жігіттің бөлмесіне бейтаныс қыз кіріп, тамағына пышақ сұғып алады. Көлікте шериф Бойд тұмарды іліп қояды. Ал Джим сектанттармен байланыстық деп ойлай бастайды. Қалғандары қалаға бара жатып, өздері орнатқан қақпанға түседі. Нәтижесінде уақыттан ұтылып, олар жақынырақ жерде орналасқан үйге жүгіруді шешеді. Баланың ұстамасы басталады, және Бойд көлікке шақырылмаған қонақтар жақындап келе жатқанын байқайды. Джим оларға көмектесу үшін біреу оралды деп ойлайды. Бірақ Бойд бұл олар емес екенін, және қандай жағдай болмасын оларды кіргізуге болмайтынын ескертеді. Есікті ашуға қанша тырысса да, Бойд бұл адамдар емес, есікті ашу үшін адамдарды манипуляциялауға тырысатын қобыжықтар екенін түсіндіреді. Егер есікті ашса ол кіріп, барлығын өлтіреді. Әрине, Джимге бұған сену қиынға соғады. Бірақ ол сырттағы адамдардың тым қорқынышты екенін жоққа шығара алмайды. Бұл кезде басқалары үйге қарай жүгіреді. Және оғаш гуманоид жаратылыстар жақындай бастайды. Басында оларды кіргізбейді, дегенмен, бұл үйдің Донна есімді басшысы барлығын ішке кіргізеді. Ол не болып жатқанын түсіндіруге тырысады. Және бұл қалада болғандарда да осы жағдай болған.
және бірінші түннің өзі дәл осындай болған екен. Бұл уақытта басқа бөлмеде Джулиге Виктор есімді бір түрлі адам келеді. Ол онымен достасқысы келетіндей сөйлеседі, бірақ қыз оны мүлде басқаша қабылдайды. Ол шабдалыны алып ол жерден кетеді. Фатима есімді қыз Виктордың зияны жоқ екенін, көптен бері осында тұратынын айтады. Ол Джулиге жол көрсетуші болатынын айтады, және үйді көрсетіп, не екенін түсіндіруді шешеді. Донна Табитаға осы қалаға қалай тап болғаны туралы айтады, және ол кезде бойтұмар болмағанын айтты. Бірінші түнде ол әпкесі екеуі жол бойында құбыжықтардың бірін кездестірген екен. Ол жай ғана тұрып күлді. Содан кейін әпкесінің терісін сыпырған. Түнде ауруханада жаңа келген адамды өлтірген Сара есікті ашық қалдырады. Мұны түнде сол жерде жұмыс істейтін әйел байқайды. Бірақ тым кеш, олар келді. Таңертең баланы автобустан шығарады. Және жас шерифтің орынбасары әкесінің ауруханасына келіп, оның кесілген денесін табады, және серия осы жерде аяқталады. Егер тағы да келесі серияны көргіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.